Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ойын техникасы. Командалық ойынның негізгі дағдысы. Сабақ мақсаты: арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл қозғалыс дағдыларын көрсету. Волейбол ойынының қауіпсіздік ережелері. Дене тәрбиесі сабағына сай спорттық киім кию. Тізеге, шынтаққа киетін арнайы киім кию. Мұғалімнің ұйымдастырған сабағын бұзбау керек. Белсенді, ақыл оймен қыздырыну жаттығуларын жасау керек. Ойын алаңына мұқияттылықпен қарау. Допты дұрыс үрілуін қарау. Қатты үрілген доппен ойнамау. Доптың сыртқы бөлігін мұқият тексеру. Шытылған доппен ойнамау. Техникалық әдіс тәсілдер кезінде мұқият болу. Тек аяқпен тұрмау және доп секіріп алқанымен қабылдамау. Өте жоғары ұшқан допты секіріп алқанымен қабылдамау. Тіке қолмен жоғарыдан допты қабылдамау. Допты қабылдау кезінде бас бармақты алға тоспау. Допты тізенің тұсында қабылдау. Кеуде немесе ішімен қабылдамау. Төменнен допты қабылдаған кезде шынтақ буынын бүгу. Допты беру орындау. Подача кезінде жұдырықпен допты ұрмау. Подача, то есть допты ойынға қосу. Шабуылшыға допты қайтару үшін қолды тосқан кезде торға жақындамау. Ол тосқауыл қою кезінде. Допқа қарсы қол қойғаннан кейін допқа қарап, саусақты алға созып алқанымен қабылдау керек. Секіріп допты қабылдағаннан кейін тізеге құламау керек. Ойын кезінде доптардың тиіп кетпеуінен сақтану керек. Ойынның техникасы. Волейбол ойынында ойын техникасы бірнеше түрге бөлінеді. Ол шабуылдау, құлау, қабылдау, кері қайтару, доптың берілуі, допты ойынға қосу, тосқауыл қою. Барлық осы ойын техникасында барлығын өз ережелері және қауіпсіздік ережесі бар. Соларды міндетті түрде сақтаймыз. Шабуылдау кезінде қолымызды себетке, то есть сеткаға тигізбеуге тырысу. Құлау кезінде қол, тізе, саусақтарды тіремеу. Қабылдау кезінде басқа ойыншының добына таласпау. Кері қайтару кезінде допты себетке, торға тимеуін тырысу. Допты ойынға қосу, допты берілу. Допты ойынға қосу кезінде артқы аймақтан сызықты баспай беру. Және де допты жоғарымен берген кезде допты лақтырсаң, ұру керек. Егер де допты лақтырып қайттан қағып алатын болсаң, ол ережені бұзу және де қарсылас командаға ұпай қосу. Тосқауыл қою. Тосқауыл қою кезінде торға қолды тигізбеу керек. Денені де, қолды да себетке, торға қолды тигізбеуге тырысу керек. Қол тисе, ол ереже бұзылады және де қарсылас командаға ұпай мен допты қарсылас командаға бересіздер. Волейбол алаңы. Волейбол алаңы ол алдыңғы аймақ, артқы аймақ және допты ойынға қосу аймағы. Бос аймақ, алмасу аймағы. Бос аймақта біздің командамыздың запасной дейді, басқа ойыншылар отырады. Допты ойынға қосу аймағы. Бұл допты ойынға қосу, ойынды бастау аймағы. Артқы аймақта 3 ойыншы, алдыңғы аймақта 3 ойыншы. Алдыңғы аймақ тосқауыл қою аймағы, шабуылдау аймағы. Артқы аймақ бұл қорғаныс аймағы болып табылады. Артқы аймақтың ортаңғы ойыншысы ол либеро болып саналады. Тордың ені 1 метр, ұзындығы 9,5 метр. Жасөспірімдер арасында ер балалар 2 метр 20 сантиметр, қыздар 2 метр 10 сантиметр. Бұл 13-14 жастағылар үшін. 15-16 жастағылар үшін 2 метр 35 сантиметр ұлдар, 2 метр 20 сантиметр қыздар. 17-18 жастағылар үшін 2 метр 43 сантиметр ұлдар, 2 метр 24 сантиметр қыздар. Доптың салмағы 260-280 грамм болып табылады. Оң жақтағы суретке қарасаңдар, бұл тордың биіктігі және ұзындығы. Жаңа айтып кеткендей 1 метр және 95 метр. Алаңдағы ойынға әрқайсында 6 ойыншы бар.
2 команда қатысады. Әр команда ойыншылардың өз алаңына орналасады. Қарсыласын 2 ұпай артықшылықпен 25 ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жасөспірімдердің ойыны 3 кезеңнен тұрады. Ол бірінші ойында қай команда жеңді, екінші ойында егер де сол команда қайтадан жеңсе, олар ұтады. Ал егер де екінші ойында қарсылас команда жеңсе, онша үшінші кезең береді. Үшінші кезең ойын. Үшінші кезеңде қай команда ұтады, сол команда толық осы ойынды ұтады. Қарап тұрғандарыңыздай, артқы аймақта, алдыңғы аймақта адам санда бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы ойыншы. Бұл жерде екінші ойыншы, үшінші ойыншы және төртінші ойыншы алдыңғы аймақта ол тосқауыл және шабуылдау қоюда алдыңғы аймаққа берілген. Артқы аймақ бірінші, алтыншы, бесінші балалар. Алтыншы ойыншы бізде либеро болып табылады. Ал бірінші ойыншы ол допты ойынға қосу. Екі жақта да бірінші ойыншы ойынды әрқашанда қосып отырады. Допты ойынға қосып отырады. Ойынды бастау, міне артқы аймақтан сызықты баспай ойынға допты қосады. Ойынға допты қосқаннан кейін өз орнына қайтып келуі тиіс. Волейболшының тұрысы және допты жоғарыдан беру. Екі қолдардың добының берілу үстінде әртүрлі жаттығуларды орындауға мүмкіншілік беретін техниканың негізгі элементтерінің бірі, сонымен бірге тор арқылы ойнау. Суретте берілген негізі ереже орындаудың жанында көрсетілген. Орнықты бастапқы орын допқа қолдардың саусақты ұштарының үзбелі жанасуды, аяқ және қол керек бағыт беруге, жаза алуға үлгеру керек. Волейболшының тұрысы екі тізені сәл бүгілі, қолымыз алдымызда, назар допта. Допты жоғарыдан беру, дәл солай сәл аяғымызды бүгеміз, екі қолымызды жоғарымызда саусақпен және де білекпен көмектесеміз. Допты төменнен қабылдау, дәл солай аяғымыз тіземіз бүгілі, қолымыз алдымызда. Көріп отқандарыңызда бізге бірнеше түрін көрсетті. Ең соңғысы ол мүлде бұлай істеуге болмайды. Бірінші, екіншісінде, үшіншісінде ол мынау ортаңғы ойыншы либеро болып табылады. Ол үшке ойнау немесе өзі асырып жіберуге болады ойынды. Допты ойынға қосу әдістері екіге бөлінеді. Астымен беру допты және де үстімен. Үстімен бергенде секіріп беруге болады, орнынан да ұрып беруге болады. Мына бейнебаянға назар аударамыз. Көріп тұрғандарыңыздай допты жоғарымен беру әдісін бізге көрсетті. Жоғарыдан беру әдісін көрсетіп жатыр бізге техника. Бұл тізені көріп тұрғандарыңызда сәл бүлгілі, қолымыз алдымызда, саусақпен және білекпен шынтағымызды сәл бүгеміз. Допты жоғарыдан екі қолмен артқа беру тәсілін көрсетеді. Бұл жерде тізе бүгілмейді, денеміз тік, қолымыз жоғарыда, шынтақты сәл бүгеміз да допты ұрамыз. Мына бейнебаянға бұл бейнебаянда көрсеткендей, қолымызды екі жақтан допты қысамыз, саусақпен шынтағымызды бүгеміз да жоғары лақтырамыз.
Допты жоғарыдан екі қолмен артқа құлап алу. Бұл техниканы істеген кезде қауіпсіздік ережесін сақтап, басымызды еденге ұрмауға тырысамыз. Иығымызбен құлап көмектесеміз. Допты жоғарыдан екі қолмен жанға құлап алу. Бұл жерде де қауіпсіздік ережесін мұқият сақтаймыз. Тіземізбен шынтағымызды тіремейміз, саусақпен құлауға тырыспаймыз. Көріп отқандай бізге жоғары ойын көрсетіп отыр. Бұл біз кәсіпқой волейболистер. Олай әрине біз әлі ойнай алмаймыз, но бірақ та жақсы тырыссақ ойнаймыз. Назарларыңыз үшін рахмет.